Сұлу дала менің сүйген еркемсің, жаным сенен жаратылған өлкемсің. Қандай жақсы қазақ болып туғаным, о туған жер, тамашасың, көркемсің. Деп Қазақстан табиғатына тамсанбаған ақын жазушылар кемде-кем шығар. Бүгін сен көбейту және бөлу амалдарын орындаудағы бір санының қасиетін үйренесің. Олай болса, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Өзара байланысты өрнектерді дұрыс сәйкестендірсеңіздер, шығармалардың атауы мен авторларын білетін боласыңдар. Қане, ойланайық. Жауаптарымызды салыстырайық. Б мен А-ның көбейтіндісі С-ға тең. А мен Б-ның көбейтіндісі С-ға тең. Бұлар көбейтуге байланысты өзара әріпті теңдіктер болып табылады. Яғни, көбейткіштердің орнын ауыстырғанымен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Бұл теңдіктің жауабы Сәбит Мұқанов. Сәбит Мұқановтың шығармасын табу үшін осы теңдіктерге байланысты кері амалда орындалған теңдіктерді табайық. Дұрыс, балалар. С мен А-ның бөлінісі Б-ға тең, С мен Б-ның бөлінісі А-ға тең. Сәбит Мұқановтың шығармасының атауы «Туған дала». Келесі өзара байланысқан өрнектерді анықтайық. 3 пен 5-тің көбейтіндісі, 5 пен 3-тің көбейтіндісі. Геннадий Снегирев. Геннадий Снегиревтің шығармасын табу үшін осы өрнектерге байланысты кері өрнектерді табайық. 15-тің 5-ке бөлінісі, 15-тің 3-ке бөлінісі. Геннадий Снегиревтің шығармасы «Түйелер биі». Жақсы балалар, тапсырманы дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Көрсетілген өрнектен не байқадыңыздар? Иә, бір саны 5 рет қайталанған. Қосуды 1 мен 5-тің көбейтіндісінің өрнегімен ауыстыруымызға болады. 2 өрнектің нәтижесі 5-ке тең. Келесі өрнекке қарайық. Бұл өрнекті 1 мен 3-тің көбейтіндісімен ауыстыруға болады. 2 өрнектің де мәні 3-ке тең. Қорытынды: 1-ді қандай санға көбейтсеңіз де сол сан шығады. Балалар, көбейту және бөлу амалдарын орындаудағы бір санының қасиетін ережесін тағы бір еске түсірейік. 1-ді қандайда санға немесе қандайда санды 1-ге көбейтсеңіз, сол сан шығады. Кез келген санды 1-ге бөлсек, сол санның өзі шығады. Егер санды сол санның өзіне бөлсе, онда 1 шығады. Мысалы, 1 мен 8-дің көбейтіндісі 8-ге тең. 8 пен 1-дің көбейтіндісі 8-ге тең. 8-дің 1-ге бөлінісі 8-ге тең. 8-дің 8-ге бөлінісі 1-ге тең. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта не үйреніп, не білгенімізді мына кестеге белгілейік. Көбейту және бөлу амалдарын орындаудағы бір санының қасиетін үйрендім. Үйге тапсырма номері 3. Жаңа тақырыпты түсіндіңіздер деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.